Бүгін облыстық мәслихаттың құқықтық және өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының отырысы өтті. Жиында тұрғын үйлерді жаңғырту бағытындағы жұмыстар сараланып, алдағы мақсат міндеттер пысықталды. Оралдағы көп қабатты тұрғын үйлердің 76% жөндеуді талап етеді. 2011 жылдан бастап баспаналарды жаңғыртуға 1,7 миллиард теңге бағытталған. Бағдарлама 2015 жылға дейін қарқынды жүзеге асып, 210 үй жаңа кейіпке енген. Ал соңғы 3 жылда жөндеу жұмыстарына тек үнемделген бюджет қаржысы жұмсалды. Жоба шеңберінде 24 ғимараттың шатыры, есік терезелері, инженерлік желілері мен жедел сатылары ауыстырылған. Сондай-ақ былтыр облыс орталығында 1,5 шақырым су құбыры жаңартылған. Қазір Оралда тұрғындардың сапалы тіршілік нәрмен қамтылу деңгейі 94, ал Ақсайда 100%-ді құрайды. Целых 75 соток у нас достигнут. 2016 жылы 8 шақырымнан астам құбыр ауыстырылды, ал 2017 жылы 6 шақырым жаңғыртылды. Ал биыл біз 6 шақырымға жуық құбырды ауыстыруды жоспарлап отырмыз. Жобаларды жүзеге асырудың басты механизмі Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы болмақ. Басқарма өкілінің айтуынша жылу желілерінің 0,85, электр жүйесінің 0,12, ал газ құбырының 0,62% ғана жаңғыртылған. Я считаю, что вы очень мало озвучили проблемных вопросов. Біз мәселелерді шешуден қашпауымыз керек, себебі инфрақұрылым тұрғындардың күнделікті өмірімен тығыз байланысты. Көріп отырғанымыздай желілерде болған апат салдарынан кейбір ықшам аудандар жарықсыз, сусыз қалып отыр. Мұндай келеңсіздіктер орын алмас үшін жаңғырту жұмыстарын жетілдіруіміз керек. Келелі кеңес соңында барлық мәселелерді шешу мерзімі мен жұмысқа жауапты тұлғалардың тізімі енгізілген есеп дайындау жөнінде ұсыным жасалды. Екел Масмадияр, Юрол Мендіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақ Жайық арнасы.